Астанада ат спортынан ауқымды халықаралық жарыстар өтіп жатыр. Жарысқа Армения, Грузия, Иран, Қырғызстан, Өзбекстан және Қазақстаннан 60-ға жуық спортшы күш, дәлдік, үйлесім және жылдамдық талап етілетін жарыс түрлерінде өз шеберліктерін көрсетіп, бақ сынауда. Бізде осы арадан қалмай, бізде өз деңгейімізді көтерудеміз қазір. Бүгінгі өтіп жатқан біздің осы Астанадағы өткізіп жатқан неміз өте былай екпін, белсенді екпін береді деп ойлаймыз. Бірақ қанша дегенмен бұл спорт бұл адами жануармен бірге спорты. Өйткені бұл әр спортта адамның өзінің несі болса, үлесі. Бұл жерде бірлесіп болады. Ат жануары мен адамның. Сондықтан бұл спорт бір жағынан ол жағынан күрделі болып келеді. Бізде бірнеше дисциплиналар бар. Бұл конкур, выездка, троеборье деген осы біздің дисциплиналар бар. Осы бойынша біз қазір мемлекет бойынша біраз жұмыстарды бастап жатырмыз. Әр облыстарда біз алдымен ең бірінші жасөспірімдерге арнайы сол клубтарды ашсақ деген сондай жоспарымыз бар. Өйткені сол арқылы ғана біз жақсы деңгейде көтеріп, алдымен халықты тартып, осы шабандоздарды тартып, кәсіби шабандоздарды одан өсіріп шығаруымыз керек. Осындай біз өзімізге осындай талаптар қойып жатырмыз қазіргі кезде. Енді бұл спорт түрі олимпиадалық спорт түріне жатады ғой. Қазақстаннан қатысатындар бар ма? Рас, әрине. Біз қазір бізде Нұрила деген біздің көріп отырсыздар бүгін жақсы өзін көрсетіп жатыр. Бізде біраз жақсы әйгілі шабандоздарымыз бар. Оларды қазір оларға біраз көмек көрсетіп, олардың деңгейін көтерудеміз. Қазіргі кезде мысалы халықаралық ат спортының федерациясы бар ғой, FIA деген. Соған біздің өзіміздің группаларда қатысып, ол тәжірибелі кәсіби деңгейлерді көтеріп жатырмыз қазір. Сондықтан олардан біз алдымен қазіргі кезде ең керекті кәсіби тренерлер керек бізге. Сол тренерлерді осы жерге шақырып, олардың жағдайларын жасап, осы жерде өз деңгейімізді көтеруіміз керек. Бірақ біз бұл спортта басқа спортқа сияқты емес, біз басқа шет елдің шабандоздарын өз Қазақстанның несіне шақырып жатқан жоқпыз. Біз өз алдымен ең бірінші өзіміздің ұлттық спортсмендерімізді көтеріп, олардың кәсібін көтеруге нысана қойып жатырмыз. Осындай талап бізде. Жалпы бүгінгі күні спорттың біздің елде үлкен етек алуы, ол жалпы жастардың денсаулығына, оның жалпы дамуына бірден бір әсер ететіндігі ол белгілі дүние. Сондықтан әсіресе ат спорты біздің мына ұлттық құндылықтарымызға сай дүние. Біздің мына көшпенді мәдениетінде атқа үлкен мән берілгені белгілі. Сондықтан да бүгінгі жарыстың өзі де өте үлкен символдық мәні бар және жастар үшін үлкен бір рух беретін жақсы іс-шара деп есептеймін. Соңғы рет Астана қаласында 2012 жылы өтті. Одан кейін болмады. 2012 жылдан кейін Алла бұйыртып, 25 жылы енді өткізіп жатырмыз. Жақсы деңгейде өтіп жатыр деп нетеміз. Бұндай Осы жылға дейін сіздер көрші елдерге барып жүрдіңіздер? Көрші мемлекеттерге барып жүрдік, бірақ этап Кубка мира бізде Алматы қаласында өтіп жүрді. Алматы қаласы Алматы облысында. Астана қаласында қабылдауға бұндай комплекс болмады, нетпеді. Қазір бізде Арғымақ комплексіміз бар, спорт кешені. Бүкіл әлемдік деңгейде қажетті полямыз бар, бәрі ұйым. Яғни Қазақстанда қазір екі жерде боласыз. Астана қаласында. Астана, Алматы, Алматы облысы, Шымкент. Қырғызстанда Бишкек қаласында болды, жақсы өтті. Кішкене жолымыз болмай қалды, уақытпен жете алмай қалдық. Абылай жақсы өтті. Қай уақытта? Осы 2 апта бұрын. Орынға ие бола алмай қалдық. 3 секундта қазір көріп тұрғаныңыздай, мына жарыста тез жүріп жатыр ғой бәрі. Алға уақытқа саналады да, кім тез өтеді, соның орынға иелі болады. Біздің жаттықтырушымыз өте білікті, Әсет Толқынбеков. Сол кісінің көңілінен шығып, лайықты түрде өнер көрсетуге бүгін тырысамыз. Себебі ол кісі Еуропада көп тәжірибе жинақтаған.
Сондықтан да біз 23-24 жылдары Ташкентте болған жарыста жеңімпаз атандым. Биыл басқа да спортшылар Ташкентте жүлделі орындардан көрініп жатыр. Біз өзімізде көп жылдар бойы өткен жоқ бұндай жарыс. Сондықтан да біз барымызды саламыз, жақсы нәтиже көрсетуге тырысамыз. Дайындықтарыңыз қалай біздің ұлттық құраманың? Дайындық өте қазір құрама бұрынғыдан қарағанда әлде қайда күшейген, даму үстінде. Сейчас я прошла маршрут чисто, быстро, за время 53 секунды. Да, ну, получается, я второй результат, идет на чистоту и резвость. Кто быстрее и чисто отпрыгает. Вот. Сейчас меня объехал киргизский спортсмен, сильный спортсмен. И у нас еще будет сейчас продолжение конкура. И также надеемся показать достойный результат на других лошадях. Евразия санат бойынша алтыннан алқадыққа бірінші орындалған Байжанова Бекжан, Қазақстан. Марапаттайтын Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ермек Беделбайұлы Көшербаев мырза. Үздіктердің үздігі алдарыңызда, чемпионымызды құттықтаймыз достар. Қошемет болса. Барша марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз.